Сәлем достар, хай! Ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта қарастыратынымыз the future indefinite tense, яғни келер шақ. Ал келер шақ деп отырғанымыз не екен? Ағылшын тілінде келер шақ дегеніміз the future indefinite tense. Яғни the future indefinite tense бұл келешекте болатын, болашақта болатын, келесі аптада, келесі айда, мүмкін келесі жылы болатын іс-әрекетті білдіру үшін қолданылады екен. Ал енді келер шақты қолданудың біз бүгін 3 жолын қарастырып өтейік. Бірінші жол бұл болашаққа болжам жасаған кезде, болашаққа жоспар құрған кезде, қандай да бір істі болашақта істейтін болсақ, сол кезде осы келер шақ бізге көмекке келеді екен. Яғни бірінші жолы болашаққа болжам. Мысалы, she will come tomorrow. She will come tomorrow. Ол ертең келеді. Ол ертең келейін деп жатыр. Яғни болашаққа жоспар құрып жатыр. I will pass my exams on Friday. I will pass my exams on Friday. Мен экзаменімді жұма күні тапсырамын. Яғни жұма күнге мен жоспар құрып отырмын. Болжам жасап отырмын. Ал енді екінші жасалу жолы бұл уәделер. Яғни біз біреуге қандай да бір уәде берсек, бір затқа көмектесуге, бір затты істеуге, сол кезде бізге көмекке келер шақ келеді екен. Мысалы, I will help you with your homework. I will help you with your homework. Мен саған үй жұмысыңмен көмектесейін. I will help you with your homework. Немесе we will meet you at the airport. We will meet you at the airport. Біз сіздерді аэропортта күтіп аламыз. Келесі they will learn new words tomorrow. They will learn new words tomorrow. Яғни олар келесі ертеңгі күнге жаңа сөздерді жаттап алуға уәде беріп жатыр, иә? Олар жаттап алады. Ал енді үшінші жолы бұл жедел шешім, аяқ асты шешім қабылдаған кезде келер шақты көмекке шақыра қояды екенбіз. Мысалы, I'm cold, I will close the window. Мен тоңдым, мен терезені жауып алайын. Яғни әлі жапқан жоқ, бірақ жабайын деп жатыр. Келер шақ. I will close the window. Ал енді келесі сөйлемде leave the door open, I will close it. Leave the door open, I will close it. Яғни есікті ашық қалдыра бер, мен өзім жауып аламын дейді. Өзім жауып аламын, әлі жапқан жоқпын, бірақ жабамын деп келер шақты меңзеп тұр. Келесі we are thirsty, we will drink some water. We are thirsty, we will drink some water. Біз шөлдеп тұрмыз, бізге біраз су ішу керек. Әлі су ішкен жоқ, бірақ ішейін деп жатыр. Жедел шешім қабылдады су ішу үшін. Сондықтан келер шақ қолданып тұр. Ал енді біз осы келер шақтың жасалу жолын қарастырғанымыз жөн болар. Ендеше келер шақтың формуласын қараңыздар. Бірінші subject, яғни бастауыш, plus to be, көмекші етістік to be, plus first form of the verb, яғни негізгі етістіктің бірінші формасы қолданады. To be етістігінің көмекші етістігі will қолданылады екен. Ал енді бұны сөйлемде құрастырып қарайтын болсақ, we will be in London next week. Біз келесі аптада Лондонда боламыз дейді. Subject деп отырғанымыз we, to be етістігінің көмекші етістігі will, be деп отырғанымыз бірінші негізгі етістіктің бірінші формасы. We will be in London next week. Осылайша жай сөйлем құрастырылады. Ал енді сұраулы сөйлемді қалай құрастырады екенбіз, соны қарастырайық. To be етістігі, яғни өзінің көмекші етістігі will мен бірге subject'тің алдына шығып кетіп, негізгі етістік өз орнында қала береді екен. Мысалы, will we be in London next week? Will we be in London next week? Біз келесі аптада Лондонда боламыз ба деп сұраулы сөйлем жасайтын болсақ, will деген көмекші етістігіміз біздің бастауыш we'дің алдына шығып кетеді екен. Ал енді біз сіздермен болымсыз формасын жасап көрейік. Ол үшін will деген көмекші етістікке not деген болымсыз етістіктің бөлшегін notты қосып won't деп жасайды екенбіз. Ал енді көп оқушылар шатасып, қателесіп willn't деп айтып жатады. Бұнымыз біздің дұрыс емес екен. Сондықтан won't деп еске сақтаңыздар. Ал енді болымсыз сөйлемді сөйлем жасасақ, қараңыздар. Мысалы, we won't be in London next week. We won't be in London next week. Біз келесі аптада Лондонда болмаймыз деп болымсыз формада won't деген көмекші етістіктің көмегі арқылы болымсыз сөйлем жасалынып жатыр.
Ал енді кез келген шақта біз мезгіл үстеулері мен пысықтауыш сөздерді қолданамыз. Сол сияқты келер шақтың өз үстеулері бар екен. Мысалы, tomorrow ертең, soon жақында, the next week, next month, next year, яғни келесі аптада, келесі айда, келесі жылы деген мезгіл үстеулерін кез келген сөйлемдерде қолданады екенбіз. Бұлар бізге сөйлемнің қай шақта тұрғанын оңай анықтауға көмектеседі. Ал енді мына сөйлемді ағылшын тіліне аударуға тырысып көріңіздер. Келер шақты пайдалана отырып. Келесі айда ол Астанада болады. Мысалы, бірінші жолы tomorrow he will in Astana, tomorrow he will be in Astana, tomorrow he will to be in Astana. Қай жауабы дұрыс екен ойланып көріп, астында комментарийға өз жауаптарыңызды жаза кетіңіздер. Ал енді бүгінгі сабақтан біз не үйрендік? Әрине, біз бүгін сабақтан келер шақтың 3 қолдану жолын қарастырдық. Бірінші жолы ол болжам, екінші жолы ол уәде, ал енді үшінші жасалу жолы ол жедел шешім қабылдағанда, аяқ асты шешім қабылдағанда келер шақты қолданады екенбіз. Сонымен қатар біз жай сөйлемде келер шақтың жасалу жолын қарастырдық, сұраулы сөйлемде жасалу жолын қарастырдық және болымсыз сөйлемде жасалу жолын қарастырып өттік. Сонымен қатар мезгіл үстеулерінде қарастырдық. Tomorrow, soon, next week, next month, next year деген мезгіл үстеулерін қарастырып өттік. Ал енді бұл мезгіл үстеулерін жаңағы біздің өткен сұраулы, болымсыз жай сөйлемдерді қайталап өздеріңіз осы видео сабақты тағы да бір көріп шығуларыңызды сұраймын. Ал мен сіздерге сәттілік тілеймін. Қош сау болыңыздар. Take down notes. Good luck.